балалар? Көңіл күйлерің қалай балалар? Жақсы болса өте тамаша. Бері қараймыз балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мақал сөздің азығы, жұмбақ ойдың қазығы деген. Балалар, мақал мәтел дегеніміз атадан балаға мұра болып қалған қазақ халқының асыл қазынасы. Балалар, сендер мақал мәтелдерді білесіңдер ме? Менімен бірге мақал мәтелдерді қайталаңдар. Қараңдар, бері қараңдар балалар. Мына суретте кімді көріп тұрсыңдар? Ата. Мынау? Мынау? Осыдан біз мақал шығарамыз балалар. Ата, бәйтерек, бала, жапырақ. Енді келесі суретте, келесі суретте кімді көріп тұрсыңдар? Мынау кім ол? Әке. Мынау? Бала. Ана? Қыз. Енді қараңдар қалай мақал. Әкеге қарап, ұл өсер, анаға қарап, қыз өсер. Жарайсыңдар, өте тамаша, керемет. Енді біздің келесі тақырыбымыз. Қазір екі топқа бөлінеміз да, мына суретті бояймыз. Бірінші Витяның тобы бір бөлек болады, Расулдың тобы екінші топ болады. Екі топ суретті бояймыз. Мен сендерге сурет дайындап әкелдім. Екі топ тура осы мен сурет бойынша қай топ бірінші жеңеді, сол топ жеңіске жетеді.